Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жиынды біріктіру және бөліктерге бөлу. Бүгінгі сабақта сендер жиындарды құрастыруды және жіктеуді үйренесіңдер. Жиындарды біріктіруді және бөліктерге бөлуді меңгересіңдер. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Балықтар мен құстар бейнеленген жиынды қарастырамыз. Бұл екеуін біріктіретін жиынды қалай атауға болады? Балықтар жиыны, құстар жиыны. Осы екі жиынды біріктіріп, қандай атау беруге болады? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жануарлар жиыны деп атауымызға болады. Жиын элементтерін латын әліпбиінің әріптерімен атаймыз. А жиыны берілген, Б жиыны. А жиынының элементтері латын әліпбиінің кіші әріптерімен белгілейміз. А, Б, Д әріптерімен белгілейміз. Б жиынының элементтерін Н, М, Л әріптерімен атаймыз. А жиын элементтері А, Б, Д, Б жиын элементтері Н, М, Л. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Жиынды қарастырамыз. Оны қандай екі жиынға бөлуге болады? Әр жиынның элементтерін анықта, оларға атау бер. Жанды заттар жиыны. Жанды заттар жиынына қандай элементтер жатады екен? Көбелек, қаңқыз, инелік, торғай, көгершін, құмырсқа, ара, сары шымшық және тырна. Жиынды қарастырамыз. Оны қандай екі жиынға бөлуге болады? Кәнекей балалар, ойланайық. Әр жиынның элементтерін анықтап, оларға атау берейік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жәндіктер жиыны. Жәндіктер жиынына көбелек, қаңқыз, инелік, құмырсқа, ара жатады екен. Екінші жиын құстар жиыны. Құстар жиынына сары шымшық, көгершін, торғай, тырна жатады екен. Екінші тапсырма. Әрқайсысында қандай екі жиынның біріктірілгенін анықтаймыз. Және де артық элементті табамыз. Суретке мұқият қараймыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл саңырауқұлақтар жиыны және жапырақтар жиыны біріктірілген. Ал енді осы жиыннан артық элементті тауып көрейікші балалар. Құлпынай екен. Құлпынай саңырауқұлақтар жиынына тиісті емес. Құлпынай жапырақтар жиынына да тиісті емес екен. Жарайсыңдар балалар. Әрқайсысында қандай екі жиынның біріктірілгенін анықта. Және де артық элементті тап. Жиынға мұқият қараймыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жәндіктер жиыны және гүлдер жиыны біріктірілген екен. Ендеше осы жиыннан артық элементті тауып көрейікші балалар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Торғай. Ендеше торғай жәндіктер жиынына тиісті емес, торғай гүлдер жиынына да тиісті емес екен. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударамыз балалар. Тапсырманың орнында жиынға ортақ атау бер, оны қандай екі жиынға бөлуге болады? Берілген жиынға назар аударамыз, мұқият қараймыз. Қандай атау беруге болады? Ойланамыз. Өте жақсы балалар. Әріптер жиыны. Енді осы әріптер жиынынан қандай екі жиынға бөлуге болады? Кәнекей ойланып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Дауыстылар жиыны және дауыссыздар жиыны. Әріптер жиынын біз екі жиынға бөлдік. Дауыстылар жиыны және дауыссыздар жиыны. Төртінші тапсырма балалар. Сызба бойынша бір амалмен орындалатын есеп құрастырамыз. Бәріміз
сызбаға мұқият қараймыз. Осы сызба бойынша есеп құрастыруды үйренеміз. Алмас сөрелерге кітаптарды жинады. Бірінші сөреге 35 кітап, ал екінші сөреге 15 кітап артық жинады. Алмас екінші сөреге неше кітап жинады? Қанке балалар, осы есепті қарай отырып, өздерін құрастырған есеппен салыстырып көріңдер. Енді сызбаға қысқаша шартын жазайық. Бірінші сөре 35 кітап, екінші сөре 15 кітап артық. Ал енді ойланып тауып көрейікші. 35 пен 15-тің қосындысы 50-ге тең. Ендеше жауабы Алмас екінші сөреге 50 кітап жинады. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Сызба бойынша екі амалмен орындалатын есеп құрастыр. Өздерін осы сызба бойынша есеп құрастырыңдар. Ойланайық. Енді құрастырылған есеппен салыстырып көрейік. Мектептің концерт залын шарлармен безендірді. Қызыл шардан 54 шар ілінді, ал көк шардан 23 киім ілінді. Безендіруге барлығы қанша шар ілінді? Ойланайық, балалар. Енді сызбаға қысқаша шартын жазамыз. Қызыл шар 54, көк шар 23 киім ілінді. Ал енді балалар, осы есептің шешуін тауып көрейікші. Шешуі 54-ке 54 пен 23-тің айырмасын қосамыз. Жауабы безендіруге барлығы 85 шар ілінді. Жарайсыңдар, балалар. 5-ші тапсырма, өзіңді тексер. Берілген өрнектердің жауабын табамыз. Қанке ойланайық. Ал енді осы жауаппен өз жазған жауаптарында салыстырып көріңдер. 25 пен 9-ның қосындысы 34-ке тең. 90 мен 36-ның айырмасы 54-ке тең. 27 мен 33-ның қосындысы 60-ға тең. 74 пен 8-дің айырмасы 66-ға тең. 76 мен 7-ның қосындысы 83-ке тең. 90 мен 18-дің айырмасы 72-ге тең. 89 мен 45-дің айырмасы 44-ке тең. 14 мен 56-ның қосындысы 70-ке тең. Жарайсыңдар, балалар. Сендердің де жауаптарын осындай деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгін жиындарды құрастыруды және жіктеуді үйрендік. Жиындарды біріктіріп, бөліктерге бөлуді меңгердік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.